9-Б сынып оқушыларының миф ғылымының патшалары тақырыбындағы сыныптан тыс іс шаралары. Архимед біздің заманымызға дейінгі 287 жылы Сицилияның порты қаласы Сиракузда дүниеге келді. Ол математик, физик және астроном еді. Алтын тәж туралы белгілі тарихи әңгіме оның бұрыс пішінді дененің көлемін қандай әдіспен тапқандығын көрсетеді. Архимедтің әйгілі заңы: сұйыққа батырылған денеге сұйық тарапынан шамасы ығыстырылған сұйықтың салмағына тең болатын кері итеруші күш әрекет етеді. Ньютон 1643 жылы 1 қаңтарда Англияның Линкольншир графтығындағы Вулсторпта дүниеге келді. Ғалымдар Ньютонды ұлы тұлғалардың бірі деп есептейді. Оның гравитация туралы ашылған жаңалықтары физиканың дамуына үлкен үлес қосты. Сонымен бірге, Ньютонның классикалық физикадағы үш заңы өте маңызды. Олардың негізінде гравитациялық заң тұжырымдалады. Призма арқылы өткен ақ жарықтың әртүрлі түске жіктелуін зерттей отырып, Ньютон оптика саласында да үлкен үлес қосты. Генри Гейтс үшінші немесе Билл Гейтс 1955 жылы 28 қазанда дүниеге келген ақш кәсіпкері әрі қоғам қайраткері, бағдарламалық қамсыздандыру саласының әлемдік көшбасшысы болып табылатын Microsoft Corporation компаниясының негізін қалаушысы. Гейтс өсиет хатына сәйкес оның үш баласының әрқайсысы тек $10 миллион алады деп жазып кеткен. Қалғаны оның кенже баласы қайырымдылық қорының еншісіне тиеді. Microsoft жүйелері әлемде пайдаланылатын компьютерлердің 93%-ында орнатылған. Бүгінгі таңда ол $75 миллиард иесіне және Forbes тізімінде байлығы бойынша бірінші орын алады. Шыңғыс Айтқазинов, Семей қаласының тумасы. 2017 жылғы Семей қаласындағы дарынды балаларға арналған білім инновация лицейінің түлегі. 2017 жылы дүниежүзілік олимпиада жарысында физика пәнінен жүлделі бірінші орын иегері атанды. Математика пәнінен дүниежүзілік олимпиада жарысында 2017 жылы бірінші орынды иеленген оқушылар: Темірхан Зиманов, Келешек мектебінің түлегі; Алихан Зиманов, Тамыз Education мектебінің түлегі; Рахман Асматуллаев, номер 165 мектеп лицейінің түлегі. Информатика пәні бойынша 2017 жылы дүниежүзілік олимпиада жарысында бірінші орын иеленушілер: Қазақ-түрік лицейінің түлегі Санжар Бидайбек, Ауэс колледжінің түлегі Асхат Жалғасов. Назарларыңызға рахмет.